Бүгін елордада көкпардан алғашқы Азия чемпионаты басталды. Ұлттық ойынның жанкүйерлері жарысты қыркүйектің 15-іне дейін тамашалай алады. Қазақстан көкпардан әлем тарихындағы бірінші Азия чемпионатын алғашқы болып қабылдады. Енді игі бастаманы жалғастырып, 2 жылда бір рет өткізіп отыруды жоспарлап қойған. Биылғы біріншілікке ат спорты жақсы дамыған 8 елдің құрамасы қатысуда. Жеңімпаз команда 10 миллион теңгені қанжығаларына байлап, 16 келілік алтын жалатылған арнайы кубоктың иегері атанады. Ұлттық ойынды дәріптеушілер көптен бергі арман орындалғанын айтады. Бұл көкпар адамзаттың ортақ құндылығы. Бірақ соны сақтап қалған, сол мұраны сақтап қалған біз қазақтар бүгінде Қазақстанда осы мәселеден Азия чемпионатын өткізуге толық біздің хақымыз бар деп ойлаймыз. Неге десеңіз, ең басты нәрсе бізде саяси тұрақтылық бар, бізде Аллаға шүкір экономикалық қуат бар, бізде жүйелі дамып жатқан оның ғылыми негізі бар. Біз жасөспірімдер арасында чемпионатты өткіздік. Жастар арасындағысын өткіздік, ересектер арасындағы өткіздік. Енді әлемге кәдімгі бұл мәселеден сауын айтатын жағдайымыз болғандықтан да бүгін осы нәрсеге кірісіп отырмыз.